Қайырлы күн, сүйікті менің оқырмандарым. Қазақтың ұлттық тағамы өте дәмді болып шығатын қазы айналдырып үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар және лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен шектерді тұзды сумен жақсылап тазалап жуып аламыз. Енді маринадымызды дайындаймыз. Сарымсақты үккіштен өткізіп, дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосып араластырып қоямыз. Жылқының қабырға етін алып, қабырғаларын кесіп алып тастадым. Осылай ұзынша етіп кесіп алдым. Енді маринадымызды етімізге жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Шектің шетін таяқшамен бекітіп, жіппен дайлаймыз. Таяқшаның екі шетін кішкене сындырамыз. Олай жасамасақ, қазымызды тесіп жіберуі мүмкін. Біркелкі болып шығу үшін бір ет бір майды алып шегімізге салып шығамыз. Қатты тығыздамаймыз, себебі піскенде жарылып кетуі мүмкін. Міне қазымыз дайын. Тұз бұрышы сіңу үшін бір түнге салқын жерге қалдырып, одан кейін мұздатқышқа сақтасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.